Саламатсыздар достар, рөлевой шовтың настройкасы. Бірінші мына жердегі тартпаны R-ға қоямыз. Мына жердегі екінші тұрған R. Содан кейін барып мынаны R-ға қоямыз. Настройкасын мына жердегін R-ға, мынаны 1-ге қойдым. Содан соң бірінші тұрған инені алып тастаймыз. Бірінші тұрған инені алып тастаймыз. Бірінші тұрған инені алып тастадық. Содан кейін барып мынау жібіне қараймыз. Енді тігіп көрейік. Камерамыз столдың үсті бірдей болып тұрғандықтан камерам шашып тұр. Мына жерде мынау нелердің регулировкасын дұрыстау керек. Қалай тұр? Бірден бастайық барлығын. Нөлден бастайық. Мына жерден барып тексеріп көремін. Мына жердің ара қашықтығын 1,5 қояйын онда. Мына жіпті қарап тұрсаңыздар, мұнда мынау жіп торчит. Мынау кішкене шығыңқы болып тұр. Сондықтан мен мынау екінші жіп қой бізде. Екінші жіпті кішкене тартам. Бірге қойып көрейін. Астыңғы жіп кішкене үстіне қарай шығып кеткен мұнда. Соны астыңғы жіптерді регулировкасын қарайық. Мынаны бірге қойып көрейік. Мынаны 2-ге, мынаны 1-ге қойып көрейік.